Сәлем достар, сәлем команда. Сіздерге осы видеода TikTokқа видео салып, призыв действия қалай дұрыс жасаймыз, соны көрсетемін. TikTokқа кіреміз, өзіміздің парақшамызға кіргеннен кейін бірінші бетін скриншот жасап аламыз. Ол скриншот жасағаннан кейін өзіміз WhatsApp группадан копилка ашып қоямыз. Мынандай копилка, мына группамыз, мына мен копилка черновой қой былайша айтқанда. Так, енді осы группаға кіргеннен кейін галереядан өзімізге скриншот жасап алған парақшамызды таңдаймыз. Таңдағаннан кейін мына жерде өзін кесіп алып тастайтын қайшысы болады. Сонымен редактировать етіп кесіп аламыз керегінше. Сосын готово дейміз. Одан кейін мына жерде қаламның ақ суретін, қаламды басамыз да ақ түсті таңдаймыз. Ақ түс таңдалып болғаннан кейін, өзіміз қолымызбен өшіргіш сияқты қылып мынаны үлкен жалпақтауын таңдап алыңыздар, астында тұр ғой, мына ерек. Осына электронды почта деген дымна керек жоқ, осылардың бәрін қолымызбен өшіріп тастаймыз. Так, все, готово дейміз да, жібереміз. Енді біздің копилкамыз екінші WhatsApp'та ашылып тұр ғой, соны екінші группаға кіріп, бұны өзімізге бүйтіп жүктеп аламыз. Енді қайтадан кіреміз да, осы мысалы өшірдік қоя, енді осыны қайтадан галереяға кіріп, осы өшіргенімізді таңдап аламыз да, бірден жасаса да болады. Осы жерге призыв действияның текстін жазамыз. Так, сілтемені бас. Мен сөздерін жазып алайын. Міне жаздым. Енді үшін қызыл түске айналдырамыз да, готово дейміз да. Осыны мына жерге бүйтіп көрсетеміз. Так, все, осыны жібереміз енді. Все, отправить. Бұны бірден жіберсе де болады, мына нені жіберген кезде. Қайтадан кірейік та, міне былай шықты. Енді видеомызға кірейік. WhatsAppқа кіреміз. WhatsAppқа кіргеннен кейін плюсты басып, өзімізге керек видеоны таңдап аламыз. Загрузить. Өзімізге керек видео мынау. Міне. Осы өнім туралы ақпаратты бердім. Бергеннен кейін бізге призыв действия жасау керек. Стикерді басамыз, мынау картинканы қоятын плюсік тұр ғой, осыны басамыз да, жаңағы сілтемені бас деген картинканы басамыз да, окей дейміз. Енді осы окей болған нәрсені бүйтіп қолымызбен редактировать етіп, үлкейтіп көрсетеміз. Мына жердегі оң жақтағы сөздер картинкаларға үлкейіп кетпесін. Сәл үлкен қыламыз, қатты үлкен қылмаймыз, өйткені адамның көзіне көрінетін, түсінікті болатындай қылу керек. Осы картинканы басып, установить длительность дегенді қою керек. Мына қызылды ең соңына дейін жылжытамыз. Егер де сіздің видеоңыз 30 секундтық болатын болса, онда шамамен 3-4 минут ең соңынан қалдырасыз. Адамдар осыны клиенттер басып оқып үлгеру керек, түсініп үлгеру керек. Так, мына шамамен бір 2 минутқа, 2 секундқа ма қойдым дейік. Даже 3-ке қойып қояйын. Все, птичканы қоямыз да, арғарай жібереміз. Далее дейміз. Далее дегеннен кейін мына жерде өзіміздің хэштегтерді қойып шығамыз. Хэштег, сосын Neurovision дейік. Neurovision. Так, шамалы күтеміз. Мына жерде қараңыздар, Neurovisionның ең көп просмотры қанша болған екен? 964К. Осыны таңдаймыз. Хэштег көз көру дейміз, мысалы, көз көру дейтін болсақ. Так, осы жерде қайсысы көп тұр? Көз көруін жақсарту деген 635 мұны, осыны басастар. Осылай қойып болғаннан кейін ең соңында менде мына жерде добавить плейлист деген шығып тұрыз, кейін сіздерде де шығу мүмкін, ол TikTok өзі береді екен, қалай шығатын мен шыны керек білмеймін, маған өзі прилагать етті. Бұл енді бады болғандықтан мен бадыдың арасына бады для здоровья деген таңдаймын, готово. Все, и мен WhatsApp'ты таңдадым. Өйткені мындай Instagram'ды қояйын десем, бұл Instagram'ның парақшасына кетеді, бірақ ол TikTok'тың водяной знакпен бірге кетеді. Сондықтан мен тек қана WhatsApp'ты таңдаймын да, опубликовать деймін. Мен қазір мына жерде хэштегтерді қойып шығайын. Мына хэштегтерде міндетті түрде өздеріңіздің аттарыңызды да қойып қойыңыздар. Мысалға, Ылғи Айзада Тоқтасова деймін. Ылғи мен өзімнің қаламды қоям. Одан кейін казакша и қазақша деп қоям. Отзыв болса отзыв деп қоям.
шығарасыз. Все, опубликовать. Егер де сізге мынау қазір керек емес болса, қазір ерте болып тұр видеоны салу дейтін болсаңыздар, онда мына жерде черновик деген бар. Сол черновикке салып қоясыз да, кейін сол черновиктен қайттан шығарып опубликовать етуге болады. Мен опубликовать деймін. Опубликовать видео, все, кетті менің видеом. Енді күтеміз. Жалпы осы.